Соңғы кезде әртүрлі пікірлер айтылып жүрген тақырыптың бірі латын әліпбиіне көшу болып отыр. Бірақ елімізде латын әліпбиінің негізінде жасалған жазу үлгісі бұған дейін 1929 жылдан 1940 жылға дейін қолданылып, кейін кирилл әліпбиіне ауыстырылған болатын. Бұл әліпбидің ерекшеліктері туралы отандық мамандарымыз былай дейді. Латын әліпбиіне көшу бізге не береді? Бізге ол жазуымызды ықшамдауға, оңтайландыруға мүмкіндік береді. Мәселен айтайық, біздің қазіргі әліпбиімізде 42 әріп бар. 42 әріптің ішінде статистикалық есеп бойынша біз қолданбайтын 10 әріп бар. Олардың тілімізде пайдалану үлесі 0,1% сондай көлемінде. Олар мысалы қаһарман дегендегі Х, ол мысалы жуандық жіңішкелік белгісі, ол ю, я. Бұл әріптер бұрынғы кирилл жазуында атауларда қолданыста болса, ал қазіргі кезде оларды сол атаулардан басқа жерде бізде тілде қолданбайды ешкім. Сондықтан латын әліпбиіне көшу ең алдымен біздің әліпбиімізді оңтайландырып қысқартып, бұрын мысалы бала әріптерді үйренген кезде 42 әріпті түгелдей үйрену қажет болса, өзгерістерден кейін бұл 42 әріп 31-ге дейін немесе 32-ге дейін қысқартатын болады. Бұл біздің білімді үйретуде, тілді үйретуде оңтайландыру және ыңғайлау, ықшамдау әрекеті болып келеді. Бұдан басқа жазуымыздың тағы бір артықшылығы ол қазіргі кезде жаһандану үдерісіне де ілесу болып келеді. Мәселен айтсақ, қазіргі латын жазуында біздің қоршаған ортамыз көрініс береді. Біз мысалы күнделікті әлеуметтік желілерге кіреміз, интернетке кіреміз. Біздің мысалы аккаунттарымыз, біздің көптеген тіркелгілеріміз, біздің басқа да өзіміздің цифрлық жеке деректеріміз бәрі латынша болып келеді. Бұл ретте латынға көшу біздің сол деректерімізді интеграциялауға, өзара селбестік құруға оң әсер етеді деген сенімдеміз. Ахмет Байтұрсынов атындағы Тіл білімі ғылыми зерттеу институты латын графикалы жаңа ұлттық әліпби негізінде қазақ жазуын жаңғыртудың ғылыми лингвистикалық базасын әзірлеу бойынша 2018-2020 жылдарға арналған бағдарламалық нысаналы қаржыландыру грантын ұтып алған болатын. Қандай жұмыстар атқарылды? Нәтижесі қандай? Маманды тыңдап көрейік. 2017 жылы көктемде тұңғыш президент елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы біздің еліміздің тәуелсіздігінде жаңа кезеңін басталғанын жариялады. Бұл жаңа кезең тәуелсіздігіміздің ары қарай даму жаңа деңгейге көтерілуін көрсетті. Бұл кезеңде ең алдымен біз үшін үлкен жаңалық мемлекеттік тіл Қазақстан түгелімен латын әліпбиіне көшетінін жариялады. Осы негізде Ахмет Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты 2018-2020 жылдарға арналған латын негізді ұлттық жазудың жаңғыртудың механизмдерін қарастыратын бағдарламалық нысаналы қаржыландыру ұтып алған болатын. Бұдан кейін осы бағытта латын әліпбиін жазу реформасын жүргізу, жазу реформасының академиялық негіздерін жасау сияқты жұмыстар атқарылды. Бұл жұмыстар барысында еліміздің өзімізге жаңа белес, жаңа асудан өту үшін қандай жұмыстар атқаруымыз керек, қандай бағытта жұмыс істеуіміз керек, және жазу реформамызда нені қамтимыз, соның базалық негізін жасайтын зерттеулер жасалды. Бұдан кейінгі кезеңдерде қазіргі кезде бұл бағытта неографиялық сөздік жасалды, одан кейін түсіндірме сөздік, содан кейін ономастикалық проспектілер жасалды және басқа да өнімдер жасалды. Бұл жағынан зерттеулерімізде
халықаралық рецензиялатын журналдарға жарияланымдар жасалды. Сонымен қатар өзіміздің отандық білім және ғылым министрлігі мақұлданған журналдар тізімінде жарияланымдар жасалды. Қазіргі кезде айтатын болсақ, бұл жұмысымыздың нәтижесін көріп жатырмыз. Бұл жұмысымыздың нәтижесі қазір көпшілікке тарап жатыр. Оның бір мысалы, осы уақытқа дейін латын әліпбиіне байланысты, көшуге байланысты елбасымыздың жарлығы, одан кейін латын әліпбиіне көшуіне байланысты қабылданған екі заңды айтуымызға болады. Бірі 2017 жылы қабылданған Қазақстандағы 2017 жылы қабылданған елтаңбамызда Қазақстан сөзін латынша жазу туралы, мемлекеттік рәміздер туралы заңға өзгерістер. Екіншісі, сол жылы қабылданған ұлттық валютамызды, яғни теңгемізді латынша жазу туралы жарлық. Бұл бойынша қазіргі кезде 2019 жылдың көктемінен бастап еліміздегі бүкіл тиын ақшалар бәрі латынша жазылады. Бұл реформаның басты белгілері. Бұл реформа ары қарай одан да тереңдей түспек және қазақстандықтардың өмірінің көптеген салаларын, көптеген сегменттерін қамтитын болады.